Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы термин сөздер. Сабақтың мақсаты оқушылардың білімін одан әрі дамыту, тереңдету, ізденгіштігін арттыра отырып, ой өрісін кеңейту, тіл байлығын молайту, ауызша, жазбаша сөйлеу мәдениетін, сауаттылығын арттыру, шығармашылық қабілетін дамыту. Күтілетін нәтиже: кәсіби сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсінеді, өз ойларын еркін жеткізеді, топта жұмыс жасауға дағдыланады. Бағалау критерийі: диалогке қатыса отырып, ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер, терминдерді орынды қолданып, ойын анық жеткізе алады. Дескрипторлар: тақырыпқа сай тапсырма орындайды, 2 балл. Термин сөздер мен неологизмдерді пайдаланады, 2 балл. Тақырып бойынша сұрақтар қояды, 1 балл. Термин латынның терминус деген сөзі. Қазақша мағынасы бір нәрсенің шегі, шекара, шекаралық белгі. Терминдер ғылым мен техника, мәдениеттің әр саласына қатысты белгілі бір ұғымды дәл білдіретін арнаулы сөздер. Терминдер нақты бір ұғым атауы. Белгілі бір ғылымның, техниканың, спорттың салаларына жататын сөздер. Терминдер бір ғана тура мағыналы сөз болып келеді. Терминдер және бір ұғымды білдіретін болғандықтан бір мағыналы болып келеді. Терминдердің мағынасы әрқашан тұрақты болады. Термин сөздердің басты сипаттары мынандай. Термин ғылым мен техниканың әр саласына тән болуы керек. Термин сөздер дара, бір ғана мағыналы болуы керек. Термин сөздердің көпшілігі дүние сөзі тілдерінің халықтарына ортақ болуы керек. Термин сөздерді кейде арнаулы сөздер деп те атайды. Терминдердің пайда болуы ғылым мен техниканың атауларына тығыз байланысты. Ғылымы жоқ, техникасы болмаған елдерде термин жайында сөз болуы мүмкін емес. Бір тілдің шеңберінде қолданылатын терминдерді түгелдей жинақтап, жүйелейтін ғылымды терминология деп айтады. Қазақ терминологиясы қазіргі таңда жан-жақты қарастырылып, қауырт жиналуда. Қазірдің өзінде терминдердің 70-тен астам сөздігі басылып шықты. Қазақ тіліндегі термин сөздер 2 түрлі жолмен жасалады. Біріншісі, басқа тілден енген сөзге қазақ тіліне балама табу. Жергілікті және көне сөздер алынған. Мысалы, кеден, таможня, егемен, суверенитет, әмбебап, универсал, кешен, комплекс, ғарыш, космос. Екінші, тілімізге орыс тілі арқылы келген қазақша баламалары жоқ интернационалдық терминдер. Мысалы, математика терминдері: квадрат, куб, коэффициент. Химия терминдері: аммиак, озон, бром, гидрат. География терминдері: глобус, карта. Лингвистика терминдері: синоним, антоним, дисфемизм, диалект, тағы басқалары. Енді студенттер, терминдерді табайық ойынын бастаймыз. Әр бала грамматикалық, географиялық, интернационалдық, математикалық, физикалық, химиялық деген сөздер жазылған бірнеше карточкалар дайындайды. Бастаушы ірі етіп жазылған терминдер текстін тақтаға іліп қояды да ойын тәртібін түсіндіреді. Балалар іштерінен оқып текстпен танысады. Бастаушы мәтіндегі сөздерді атағанда, балалар қолдарындағы карточкаларының бірін көтеріп, оның қай термин екенін білдіреді. Бастаушы бір бақылап алады да, әрі қарай жайлап оқи тұрып, бақылап тұрады. Жаңылысқан балалардың атын атап, тақтаға жазып қояды. Оны жазуды басқа бір балаға тапсырып қоюға да болады. Осы тәртіппен ойын жалғаса береді де, соңында қорытынды жасалады. Жаңылыспаған балалар жеңіп шыққан болып есептеліп, аттары жарияланады. Келесі тапсырма: терминдер тексі. Көрсетілген сөздердің мағынасын тану. Терминдермен таныс бол, ой толғау. Мына сөздер қандай терминдерге жататынын білесіңдер ме? Төмендегі көрсетілген терминдердің қандай терминдерге жататынын жазу. Келесі тапсырма: термин сөздерді сәйкестендіру. Қазақша және ағылшынша түрін. Термин сөздермен жұмыс. Қазақ, ағылшын тілінде. Енді балалар, кәсіби сөздер мен термин сөздерге Вен диаграммасын жасаймыз. Олардың бір-бірінен ұқсастығын және айырмашылығын тауып жазамыз. Бақылау сұрақтары.
Термин тану терминіне анықтама беріңіз. Термин тану нешеге бөлінеді? Қолданбалы терминологияның іс-әрекет бағыттарын атаңыздар. Практикалық терминологиялық жұмыстың бағыттарының үнемі толығып отыруының себебі не? Терминге атау беру үдерісін сипаттаңыз. Практикалық терминологиялық жұмыстың бір-бірімен байланысты екі аспектісін атаңыз. Енді студенттер үйге тапсырма. Бірінші, қызығушылықты ояту. Мына сөздерді есімізге түсіріп, анықтама берейік. Термин сөздер: нейрон, аксон, дендрит, рецептор, рефлекс. Енді осы сөздерге анықтама жазасыздар. Сабағымыз аяқталды. Сабақтың соңында кері байланыс бағдаршам әдісі бойынша жасалады. Жоғарыда көрсетілген тапсырмаларды Платонс бағдарламасына тексеруге жібересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.